оқушылар, кітап жан азығы атты Readix форматында ұйымдастырылып отырған шарамызға қош келдіңіздер. Мен оқыған кітабым бұл Оскар Уайлдтың Дориан Грей портреті. Бұл кітапты оқыған кезде мен бір нәрсені өте анық түсіндім. Бұл әрбір жасаған нәрсеміз шайдан шалқаймайды. Жасаған нәрсеміз бір жерде сақталады. Сонымен қатар біз үшін бұл ар-ұят болса, Дориан үшін бұл портрет. Дориан сол портретті көрген кезде өзін соншалықты бақытсыз екенін түсінеді. Ол бұл өмірде барлығын жоғалтып, жай ғана сыртқы келбет үшін ішкі дүниесін жоғалтқанын түсінеді. Бұл кезде ішкі дүниені жоғалтқан уақытында ол өзінің Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Мектеп тек қана білім ордасы ғана емес, сонымен қатар ұлттық рух пен тәрбие ұясы. Осы ұяда шәкірттің жүрегіне жол таба білетін басты құрал ол кітап. Осы жерде мен сіздерге Зейнеп Ахметованың Күретамыр кітабы туралы айтқым келіп тұр. Күретамыр деген атауға тоқталатын болсақ, күретамыр деп жүректен шыққан қанды әрбір дене мүшемізге тасымалдайтын ең ірі басты қан тамырын айтады. Осы қан тамырының дұрыс жұмыс жасауы адамның қалыпты өмір сүруінің кепілі. Сол сияқты әрбір ұлттың жүрегі ол тілі. Осы тілі арқылы таралатын барлық құндылық ұлтты ұлт ететін де күретамыры осы тіл. Жас ұрпақ тәрбиесі бір сәт босаңсуды, бейғамдықты көтермейтін, күнделікті күн тәртібінен түспейтін мәселелердің бірі. Осы тұста мұғалімдік тәжірибемде мен тек қана осы кітапты оқып қоймай, тәрбие сағаттарымда негізгі құрал ретінде пайдаланамын. Сыныпта түсініспеушілік туғанда мен Зейнеп апайдың сыйластық әдебі туралы жазбаларына жүгінемін. Ондағы тыйым сөздерді оқушыларға түсіндіремін. Мысалға айтатын болсақ, ұят болмасын деген тыйым сөз, ол жай ғана тыйым емес, оқушының басқа адам алдындағы жауапкершілігі. Яғни кез келген ситуацияда, кез келген мәселеде оқушының өзінің эмоциясын, мінез құлқын басқара алуы. Егер өз бойыңыздан адами биіктікті көргіңіз келсе, осы Күретамыр кітабын бірге оқуға шақырамын. Бұл жай ғана кітап емес, бұл ұрпақтар сабақтастығы. Тамыры терең ағаш қана биікте болып түседі. Ендеше рухани тамырымызды бірге нығайтайық. Құрметті көрермендер, құрметті оқушылар, бүгін біз жақсы кітап жан азығы демекші сіздермен өзіміздің оқып, тәлім тәрбие алып, азық қылған шығармаларымыздың бірімен бөлісейін деп отырмыз. Соның ішінде мен сіздермен, құрметті оқушылар, Дулат Исабековтың Тіршілік атты повесін оқуға ұсыныс еткім келіп тұр. Қоғамдық орындарда манағы бізге басшы қатары әлде болмаса жұмысшы бола ма, ол яки басшы бола ма, әйел адамның өмірдегі өз орны барын осы шығарма арқылы мен қазір салыстырып отырып, соны дәлелдей аламын. Себебі ол кездегі әйелдер мен қазіргі әйелдердің арасында үлкен айырмашылық. Сол әйелдердің образы біздерді, қазіргі әйелдерді осындай керемет заманға итермелеп алып келді деп ойлаймын. Енді сіздерге бұл шығарманы мен оқып, терең оқып, қазір уақыттың аздығына байланысты мен сіздерге қысқа айтып беріп жатам, терең оқып, оқыған сайын көзіңе жас үйіріледі бір жағынан. Сезімің оянады, жүрегіңді тербейді. Екінші жағынан салыстырасың. Әйелдердің төзімділігіне соншалық әйелдердің, сол кездегі әйелдердің төзімділігіне кәдімгі бас иесің. Егер осы повестерді оқысаңыздар, сіздер өздеріңізге керекті, өмірге керекті дүниелерді аласыздар деп ойлаймын. Ешқандай өкінбеңіздер, оқыңыздар. Мен сол